үлкендерден естіген бір болған оқиғаны айтып берейін. Болған оқиға деп айтады енді. Шалдардың айтуы бойынша. Бір жігіт аяқ астынан төсек тартып ауырып қалады. Ауырғанда жаман аурумен ауырды. Ракқа шалдығады. Тамағынан ас су өтпейді. Содан келіншегі де кішкене науқастау болады келіншегі. Келіншегі жаңа көзілдіріксіз былай ешқайда бара алмайды. Тек көзілдірікпен жүреді. Көзі көрмейді да. Сонымен не керек? Жайлап күн сайын жағдай қиындай береді жігіттің. Ең соңында кәдімгі сұйық тамақты іше алмай қалатындай жағдайға жетеді. Қасықтап береді келіншегі. Қасықтап тамағынан әрең өтеді. Қалтамақ деген диагноз қойылады. Сонымен енді ағайын туыстары келіп кетеді, көңілін сұрап, дос жарандары көңілін сұрап кетеді. Бір күні күннен күнге енді жағдай қиындай береді. Ас су іше алмайтын жағдайға жетеді. Бір қасықта ас су іше алмайтын жағдайға жетеді. Енді келіншегі жылап сықтап, енді тағдырдың жазғанына көнеді ғой енді. Басқа амал жоқ. Бір күні таң алдында келіншегін оятады. Бір самауырмен шай ішкім келіп жатыр. Бір самауырын қайнатып, бір шай ішейікші деп. Енді ауылдық жер ғой, самауырын қайнатып, ошаққа от жағып деген сияқты. Ауылдық жердің тірлігі. Содан келіншегі күйеуінің айтқан сөзін жақпайды. Таңғы 4-5-тердің шамасы. Самауырында бар, қараса самауырында су жоқ құсайды. Шелектерді қара, шелектерде су жоқ. Сонымен құдыққа барып, енді құдықтан су ішеді ғой олар. Құдыққа барып, самауырын алып кетеді, құдықтың басынан су құяды да ішке әкеліп, самауырынды жағып. Содан шай дайын болады. Шай дайын болған соң жан-жарына береді ғой енді. Шайды береді. Баяғыдай емес, енді шай жеңіл кетіп жатыр енді. Бір кесе шайды кәдімгідей қасықтап ішіп қояды. Келіншегі де жайлап енді қарап отырмай бір жерде шай ішіп отырады ғой. Таңға енді. Түйенің сүтімен сықитып дембейді қара шайды. Екеуі шай ішіп отырады. Содан соң науқас жігіт кішкене баяғыдан қарағанда көңіл көтеріп, шергіп, әңгіме айтып, аңылдап, ән айтып деген сияқты. Содан тағы бір кесе берді. Содан тағы бір кесені жылдам бітіріп қояды. Оған келіншегі аң-таң болады. Бұрын бір қасық, 2 қасық шайды әрең ішетін. Күйеуі енді шайды енді сорғалап жатыр. Сорғалатып іше жатыр. Содан келіншегіне самауырынды бері қарай бер, өзім құйып ішем деп. Сонымен не керек? Бір самауыр шайды бітіреді. Содан соң келіншегі таң болады да, енді әкесі шешесінің үйі. Сол көрісті болады, 2-3 қапталына. Соған жетіп барады да, жаңа енді ата-енесіне айтады ғой. Осындай балаңыз сөйтіп жатыр. Бір самауыр шайды таңата өзі бітіріп қойды. Бұрынғыдай емес, көңілді деп. Келіншегі жылап шықпайды ғой. Өмірден кетердің алдында білдіреді деп айтады ғой. Жақсы жағына өзгеріп деген сияқты. Енді сөйтіп ойлайды ғой бұлар. Содан ата-енесі де жүгіріп келеді үйіне. Үйіне келсе баяғы жігіт көңілді. Содан келіншегі тағы бір шай қояйын деп, әңгімелесеміз ғой деп. Шай қояйын деп, су қояйын деп, самауырынды ашып қараса, самауырының ішінде жылан жатыр дейді. Жылан. Кәдім түрі сұсты болып кетеді де, ата-енесіне келіп жүгіріп келіп айтады ғой. Ата-ана самауырының ішінде жылан жатыр деп. Сөйтіп барып қараса, шынымен де жылан жатырған ұқсайды. Енді өліп қалған ғой енді. Сақырлатып қайнатты ананы енді. Одан
содан жаңағы атасы көпті көрген үлкен қария ғой, сол қарайды да ана жыланды бірден таниды. Ол жыланның аты Көлжан деген жылан екен. Көлжан деген жылан, ол жаңағы кез келген ауруға ем, мыңнан бір кездеседі, сирек кездесетін жылан екен да. Сонымен келініне айтады, келін болды енді, бәрі жақсы болады, ұлың да қызың да бәрі жақсы көретін, аурудан айығасың. Бұл жаңағы екінің біріне кездесе бермейтін деп айтады да солай. Сонымен не керек? Ұзын сөздің қысқасы, жаңағы екеуі де жақсы болып кетеді. Жаңағы келіншегінің көзі көріп кетеді, аяқ ашкиді тастайды. Бұл жаңағы қылтамақ, ара ауруынан емделіп кетеді. Жақсы болып кетеді. Енді сол үлкендерден естіген әңгімеміз ғой. Біреуге өтірік, біреуге шын. Енді барынша жеткізе алғанымша жеткіздім. Енді оны былай үлкендердің аузынан естісең, енді аузының суы құрып тыңдайтын әңгіме негізі.